Жантақ көптеген ауруға ем екен. Емші досымыздың халыққа үнемі үзбей ішіңіздер дейтін шөбі жантақ. Мен де үйге келген қонаққа айтудан жалыққан емеспін. Және бір пенденің айтқаны жантақ та жанға дәру екен. Егер де жантақтың қандай ауруларға ем екенін білгіңіз келсе, мына видеоны міндетті түрде аяғына дейін көріңіз. Ұнаса да, ұнамаса да тіркеліңіз. Жақын жоқ дос-жараныңызбен бөлісіп, қоңырау шанында басып қоюды ұмытпаңыз. Келесі видеоларды жіберіп алмас үшін. Осылай жасау арқылы біріншіден қазақ тілді контенттің дамуына үлес қосасыздар. Екіншіден ана тіліміз қазақ тілінің дамуына азғантай да болса септігіңізді тигізесіз. Осыдан бірнеше жыл бұрын өтім толып қала беретін, асқазаным қыжылдайтын да, қалаған нәрсемді жей алмай қор болатынмын. Тіпті кейде астың сіңуінің өзі қиынға соғушы еді. Өтім толып аузыма ащы запыранның дәмі келіп, қиналып отырғанымда үйге көптен бері көрмеген бір ағайынымыз келіп қалды. Мазамның болмай отырғанын кіржиген қабағымнан байқаған ол кісі, бір жерің ауырып отыр ма деп сұрады. Мен өтімнің мазалайтын айтып едім. Ол дәл қазір жантақтың гүлдеп жатқан кезі. Соны көп қылып орып әкеліп қой да, майдалап турап, шай секілді демдеп ішіп жүр. Аттай болып кетесің деді. Тосымыздың сөзіне сенер сенбесімді білмедім. Қарттықпен бірдеңені шатастырып алса, бекерге уланып қалармын деп қорықтым. Сөйтіп ол кісіге мақұл деп бас изегенім болмаса, айтқанын орындай қойғаным жоқ. Біраз уақыттан кейін әскерде бірге болған жігітті көшеде кездестіріп қалдым. Қала сыртында саяжайы барын айтқан ол мені сонда қонаққа шақырды. Бардым. Досым кәуап әзірледі. Әйелі ет асты. Бірақ көкөністен жасалған салаттардан ғана ауыз тиіп, еттен дайындалған тағамдарды түртіп қана қойғанымды байқаған досым неге тамақ жемей отырғанымды сұрады. Мен ауруымды айтып едім, ол маған күле қарап, сен қорықпай жей бер, мен оны сіңдіретін нәрсе табамын деді. Сонымен досым кәуапты да, бесбармақты да маған күштеп жегізді. Дәмнен кейін әйелі шай демдеп әкелді. Дәмі өзгешелеу екен. Ішіп отырмын. Қандай шай деп сұрауға ұяламын. Не керек, қанша күшті тамақ жегеніммен, сол күні мен түнде тыныш ұйықтадым. Запыран да мазаламады. Асқазаным да қыжылдаған жоқ. Ертесіне қайтып бара жатқанымда досым құтыға салынған бірдеңе берді. Не екенін сұрағанымда бұл сені ауруыңнан айықтыратын нәрсе. Күніге бір стакан қайнаған суға бір қайша шай қасығын қосып іше бер. Жақсы болып кетесің деді. Үйге келген соң досым берген шөптен шай демдеп, айға жуық уақыт үзбей іштім. Шынында да жағдайым түзеліп қалды. Емдік шөбім таусылған соң досыма қоңырау шалып, тағы бар ма деп сұрап едім, ол күліп, соның не екенін байқамағаның ба? Кәдімді жантақ қой. Соны гүлдеген кезде орып ал да, көлеңкеде кептіріп, ұнтақтап, шай қылып іше бер. Бойыңда ауру қалдырмайды деді. Содан бастап жас шықса жантақ жинап алатын болдым. Сөйтіп оны шай ретінде ішіп жүрем. Құдайға шүкір, денсаулығым 100% жақсарып, өзім жасарып кеттім деуге болады. Жантақтың суыққа қарсы ыстық түсіретін, жөтелді басатын, жараның аузын жиыратын, зарайдайтын, іш қатуын болдырмайтын қасиеттері де бар екен. Іші қатып ауыратындар жантақтың алдын ала кептіріп, ұсақталған тамырының 2 шай қасығын 1 стакан қайнаған суға араластырып 7 минут қайнатады. Қараңғы жерде 30 минуттай тұндырып суытады. Содан соң осы қайнатпаның бәрін аш қарынға бірден ішіп қою керек. Ішті жақсы жүргізеді. Кейін білдік, жатыр мойының эрозиясы, іріңді атит кезінде жантақ ваннасын қабылдау керек екен. Ол үшін 500 мл қайнаған суға жантақтың 4 ас қасығын салып, оны 2 сағат тұндырып қояды. Содан соң онымен ауырған жеріңізді жуасыз. Дегенмен оны пайдаланбас бұрын емдеуші дәрігеріңіздің кеңесін алғаныңыз дұрыс шығар.
Ал қазір жантақтың гүлдеп жатқан кезі. Оны ауыл тұрғындары тек қана малдың қыстық азығы ретінде пайдаланатын белгілі. Ал емдік қасиеті туралы біреу білсе, біреу білмейді. Мен бар білгенімді елмен бөлістім. Сіздерге пайдалы ақпарат бердік деген ойдамыз. Видео ұнаса да, ұнамаса да тіркеліңіз, лайк басыңыз, коммент жазыңыз. Жақын жуық дос-жараныңызбен бөлісіңіз. Осылай жасау арқылы біріншіден қазақ тілді контенттің дамуына үлес қосасыз. Екіншіден ана тіліміз қазақ тілінің дамуына азғантай да болса септігіңізді тигізесіз. Бар болайық, бай болайық. Бәрінен де денсаулық зор байлық екенін ұмытпайық, ағайын.